Қайырлы күн менің оқырмандарым. Менің арнама қош келдіңіздер. Тіркеліп, лайк басып отырайық. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ене мен келін әңгімесі болады. Яғни үш әйелдің ене мен келін тақырыбындағы әңгімесін бүгін қозғайтын боламыз. Қазіргі таңда бәріміз біліп жатырмыз, көбіне осы отбасылар ішінде проблемалар болып жатқан осы ене мен келіннің кесірі, екі адамның өзара келіспеушінің кесірінен көптеген отбасылар шырыны бақыты осылай бұзылып жатады. Ол неліктен? Яғни қандай да бір проблема болса, әрине екі ортада күш түсетін, екі ортада екі оттың ортасында қалатын ол банағы ер адамның қиыншылығы болады. Сол кісіге қиын түседі. Енді ене мен келін тақырыбындағы бүгінгі әңгімемізді ары қарай жалғастырып отырсақ. Ене мен келін тақырыбы әлі де күн тәртібінен түскен емес. Өйткені әр шаңырақта ене, әр әулетте де келін бар. Өмір болған соң жақсы мен жаманның қатар өрілетін секілді. Енесін жамандайтын келін де, келінін жақтырмайтын ене де бар. Бір-бірін мақтап отыратын, немесе жақсысын асырып, жаманын жасырып отыратын шаңырақтың шаттығын шайқалтпай ұстап отырған үлкен де кішісі де аз емес арамызда. Үш әйелдің өзара әңгімесі ене мен келін тақырыбындағы ойысты. Бірінші оқиға: шешемнің жүзі үнемі сынық жүретін. Менің үлкен жеңгем біраз жылдың жүзі болды. Қазір төсек тартып жатыр. Кезінде анамды сыйламаушы еді. Ісінен гөрі сөзі көп болатын. Сол үшін де осынша қиналып жатыр деп ойлаймын. Кейде осыншалықты қинайтындай не жаздым деп күңіретіні де бар. Бар деді жанына батқан кезде, сондай кезде ойлап қоямын іштей. Баяғы күндері шешемнің бір кесе шайын да дұрыс құйып бермеген, құйса да кесесін сілкініп беретін сәттерін де есіне алар ма екен деп. Қайдам, кейде бетіне айтып тастағым келеді. Бірақ онсыз да дерт меңдеп жатқан адам шыны керек қарғап жібере ме деп тартынып қалатыным бар. Бала болсам да әлі күнге есімде, анам ошақ түбінде көзінің жасын бір сүртіп алып нан жауып отыратын. Сонда жеңгем шабаланып бірдеңелерді айтып жататын. Ештеңе ұға қоймасам да дұрыс қарым қатынас еместігін түйсінетінмін. Шешемнің жүзі үнемі сынық жүретін, сол жаныма бататын. Мен келін болатын болсам, ата-енемді жылатпай әлпештеп өтер едім деп армандап кетуші едім. Бір сәт ондайда анам ерте өтті өмірден, мені енеме табыстап кетті. Ал мен ата-енемді қолымнан келгенше құрметтедім. Ене марқұм ешқашан білмеген жерімді бетіме басқан емес, үйрететін, жетелеп отыратын. Сен қандайсың дескен жеріміз жоқ. Екеуі де риза болып кетті. Баласын сүйсең, ата-анасын да қадірлейсің деп ойлаймын. Кейде түсіме кіреді, сағынады екенмін деп екеуін де көз жасына алды. Бүгінгі біздің кейіпкеріміздің Айсәуле деген кейіпкеріміз. Енді екінші оқиға: самаурынның шайы. Менің анам өте жайлы, қатты сөзі жоқ, дауысы да қатты шықпайтын кісі болатұғын. Сырт қараған адамға жуастау көрінетін, бірақ әлде бір мысы бар, тын өзіне бағындырып тұрады. Мен мектеп бітіре салып қалаға оқуға кеттім. Үйге бірінен соң бірі келіндер түсе бастады. Мен жылына бір рет келемін үйге демалысқа. Сондағы анам мен жеңгем келіндерімнің ара қатынасына риза болатынмын. Кенже келіні қолында, қалған үшеуі бөлек тұрды. Бір ауылда біз шешемізді, әжемізді бауырында өскен үлкен ағамыздың ізімен апа деп кеткенбіз, ал келіндері мама дейтін. Осы бір ауыз сөзге жүрегім жылып, жақсы көріп тұратынмын жеңгелерім менің келіндерімді. Анам 4 келіннің басы қосылғанда: бүйтіп жібере ғой, сен сөйтіп жіберші, ананы 4 жақтап бітіріп тастаңдар деп бір-бірін жақындатып, шүйіркелестіріп ортасына дәнекер болып отыратын. Тұңғыш жеңгем келін болып түскенде көршідегі апаларды шақырып алып самаурын мен шай беріп, қолтықтарына бір-бір орамал қыстырып жіберетін. Екінші жеңгем
бар шаруасын асықпай істейтін. Сонда да оның ана жақта әлі де еден жуып жүргенін байқап, анам барып түскі тамағының етін қуырып қойып жүретін. Ал үшінші келін түскенде жас емес пе, ұйықтап қалатын көрінеді. Анам ұйқысы сергек адам, ақыры ояу жүргесін самаурынды қайнатып қояды екен таңертең. Ал жас келін енем қайнатып қойған шайды қалай ішемін деп ұялып таңертең көзге түспей жұмысына шығып жүре беретін көрінеді. Бір күні анам оны да отырғызып қойып, менің әзірге самаурын қайнататын қауқарым бар, қысылма, жұмысқа шай ішіп кете ғой деп айтатын. Төртінші келіні күш қуаты қайта бастағанда түсті. Шашын тарап тырнағын алып беріп отыратын. Сол келіндерін шешем қайтқанда тізіліп отырып жоқтағанда көз жасымды тоқтала алмайтынмын. Анамның 40-ы өткенше үйге келгенде бәрі марқұм шешемнің бөлмесіне сәлем салып кіретін. Анамның пейіліне қарай текті келінді шаңырамызға деді. Бүгінгі біздің екінші авторымыз Нұргүл. Үшінші оқиға. Бізге ененің мектебі керек. Мен атам енем туралы ештеңе айта алмаймын. Себебі ерте қайтыс болып кеткен екен. Дегенмен айналамнан көріп жүргенімдей, бізге ененің мектебі керек. Әйелде бас қосып кетсе енелерін жамандай жөнелетіндері де бар ғой қазір. Бірдеңе деп қоя кетсең, сен не білесің деп тосылып қалады. Бас салып шешесіне қоңырау шалып, кеше үйінде не болған баяндап жататын әйелдерді де көріп жүрміз. Енесін жақтырмағанын білдіріп, баласын орынсыз шымшылап жылататын келіндерді де көргенбіз. Бір танысым бар. Келінін жас демейді, әрі ісінен ілік іздеп, ене болғаның жөні осы екен деп жер-жебіріне жетіп, білмеген ақырын түсіндірудің орнына байбалам салып отырады. Ондай кезде келіннің беті ашылып, тілін шығарып, қадірін жоғалтып алуы да мүмкін ғой. Әрине, егер де ол келіннің жүн паршасын шығарса, келіннің беті ашылып, тіл шығармай қайда барады ол келін. Сосын ол келінімізде көкбет келіннен басқа қандай атақ келеді? Ой, ол сол көкбет, баяғы бір көкбет қой деп. Бұлай қарағанда ол келіннің тілінде қыштатын, бетінде ашатын ененің өзінің тілінен екен, ара қатынасынан екен. Қазір өзімізде ене болатын жасқа таяп қалдық. Дегенмен өзімді қазірден дайындап жүрмін. Үйге түскен жас келін кешегі ерке қыз, бір шаңырақтың аялап өсірген ардақтысы. Енді ғана отау құрған ерлі-зайыптының алғашқы жылдары әрқайсының өзіндік мені басым тұратыны бар ғой. Өзімізде сондай болдық, несін жасырамыз. Сол менді екі жақтың меннің тігісін жатқызатын ене деп ойлаймын. Ене салиқалы болса, шаңырақ көтерген, аналық келіндік орнын біліп, риясыз тіл табыса білсе, береке бірлік ешқайда қашпайды деп білемін. Бәрі сол ененің ақылына, саналылығына, салиқалылығына, имандылығына байланысты. Келіннің оған қалай болуы, келіннің оған деген қарым-қатынасы, сыйластығы, құрметі. Әрине, жылтыр сөздерді кестелеп тұрып, ақыл айту оңай. Менің қандай ене боларымды оны уақыт көрсетеді деп. Үшінші кейіпкеріміз біздің Гаухар деген кейіпкеріміз өз әңгімесімен бөлісті. Құрметті менің оқырмандарым, сүйікті оқырмандарым, бүгінгі біздің тыңдаған әңгімеміз келін мен ене арасындағы қарым-қатынас, келін мен ене арасындағы бір тұтас отбасы жөнінде әңгімені қозғадық. Араларыңызда егерде қандай да осындай қиын жағдайға тап болып жүрген, мүмкін поддержка іздеп жүрген адамдар болса, келіндер болса, жас келіндер болса,
осы менің әңгімемнің астындағы комментарияға өз ойларыңызды, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Бәріміз бірге ортақтасып, шын жүректен поддержка беріп, яғни сіздердің ішіңіздегі шығарылмай жүрген әңгімелеріңіз болса, бірге әңгімелесіп, бірге ой жүргізетіндей әңгіме дүкен құруға болады. Құрметті менің оқырмандарым, каналым